Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен итальяндық печенье таралинді томат шырынды дайындау тәсілімен бөлісетін боламын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі ұн, томат шырыны, уксус, май, шекер, тұз, разрыхитель. Мына жерде базилик пен чеснокты қосқалы отырмын. Сонымен бірінші електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Бұған құрғақ шекерімізді, тұзымызды, разрыхителімізді салып жақсылап араластырамыз бірінші. Осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Онымен екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қолда істеген жақсы болады. Осылай қолменен біркелкі қылып араластырып алып, үстіне томат шырынын салатын боламыз, құятын боламыз. Уксусымызды құямыз. Осыдан үстіне сарымсақ пенен базилигімізді, райханымызды саламыз. Сөйтіп жақсылап орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Міне осылай қамырымызды илеп, бұны 20 минутқа бастырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Бұны екіге бөлеміз. Мен екі түрлі қылып істегелі жатырмын. Екіге бөліп, біреуін бастырып қоямыз, дуалап. Бұны қалыңшалау етіп жайып, бір қалыпты ұзынша қылып кесеміз бұны. Осындай ұзынша қылып кесіп, біркелкі қылып кесеміз. Осылай жайылған қамырымызды біркелкі қылып ұзынша кесіп алатын боламыз. Енді осыны кішкене бастап, осылай етіп, қолымызды сұқ саусағымызға салып, астына осылай байланғандай етіп бүгіп отырамыз. Өте жылдам орындалады. Осылай бәрін жасап бүгіп алатын боламыз бірінші. Міне бір қалыпты қылып табаға салып, бұны 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Екіншісін таяқша етіп істемекшімін. Оған жан-жағын бір қалқып кесіп алып, барлығын бір размерде кесіп аламыз. Бірі ұзын, бірі қысқа болса, отты жақсы піспей қалады. Сондықтан да барлығы бірдей болу керек. Міне осылай сызықша кесіп шығып, міне осылай пісіріп аламыз бұны. Сонымен біздің тарелин печеньеміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар.